Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір Nissan толықтай бояуға келіп тұр. Капоты ашылып кеткен. Капоты алдында бір рет ашылып кетіп, шпаклевка жағылған сияқты. Мына жақтарға да шпаклевка жағылған. Крылоны жыртып жіберген мына жерін. Мына жағында майыстырған. Мына осыны түзеу керек. Мына төбесі де майысып тұр, міне көрініп тұр ма? Көрінбей тұр ғой деймін онша. Мына жер майысқан, міне шығару керек осыны. Шоқтарын түзеу керек. Мына бампер салбырап жатыр, орнына келтіру керек. Мына шоқтар кетіп қалған. Проемдармен бірге қояу керек. Проемдардың мына жақтары онша қатты емес, бірақ мына жақтарынікі кішкене желініп бастаған, кетіп. Мындай сызықтар. Мына жақтың шоқтарын келтіру керек. Мына жақты айтпақшы. Мына жақтары мына алдын бір рет жасалған, дұрыс жасалмаған. Сынып жатыр, шпаклевкалер көтеріліп жатыр. Мына жағында сондай міне. Жалпы осылай толықтай бояу керек. Астының пароктары қара болып қалады, ақ, қарасы қара болады. Мына жағында бамперін айтпақшы. Мына жерде бір майысқан жер бар міне. Мына жерде де асты қара болады, мына жерде бәрі қара болады. Бұйырса осыны бастаймыз, көклеп. Мына жақта бізде мынандай қисықтық болып тұр, міне. Мына крыланы босатып қойдық қазір. Мына екеуі келмей тұр, міне. Кәдімгідей қисықтық мына жерде. Бұл мына есіктің топсасы майысып кеткен. Есік сыртқа шығып тұр бұлай. Мына жағында бірдей тұр, мына жағы міне. Көрініп тұр ма міне. Осылай тегіс болып тұру керек. Ал бізде есіктің топсасы майысып кеткен. Мына жер міне кәдімгідей шығып тұр. Енді мына есіктің жоғары жағында топсасын шешіп алып түзеу керек. Регулировка жасағанда бармай тұр, міне. Қазір мына жақтан қарағанда міне жарты сантиметрдей шығып тұр міне. Телевизорда бізде мына жерде пластмасс тұрады, жауып көрінбейді, тек мына жер ғана көрініп тұрады. Ал мына жақта бізде темір уже шірейін деп жатыр екен. Краскасы да бір түрлі болып кеткен. Бұжыр. Осыны бәрін әдемілеп тазалап тастап краскілеу керек. Сосын капоттың ішкі жағында мынандай жағдай. Мына краска сынып кеткен, бұжыр. Жалпы бұндай жағдайларды біз краскаға отбелитель қосылмағаннан немесе аз қосылғаннан деп ойлап едік. Шынымен де соған кеп тұр, өйткені мына жерде қазір расстроительмен жүк көрген, міне. Бірден кетіп қалды. Еще шкуркіде жасалмаған сияқты жылтырап тұр. Негізі отбелитель қосылған краскаде кетеді расстроительге, бірақ та бірден кетіп қалмау керек. Кішкене тряпкамен үстінен расстроитель ұстап тұрған кезде біраз жібігесін бар, бұл ақырындап кету керек. Ал мына жерде бізде бірден кәдімгідей краска жылынып жатыр. Қазір тряпка расстроитель құйып көрсетейін. Тряпкаға расстроитель құйып алдым, міне ақырын. Міне уже бір-екі
ит жуғанға кәдімгідей кетіп жатыр. Осылай капоттың ішін бірінші растворительмен жуып шығып, сосын әдемілеп шөгулейміз. Мына жақта крылосын ауыстыру керек деп отырмыз. Енді ол да кешігіп жатыр. Қазір көрсетейін крылоның жағдайын. Мына крылоның жағдайы. Мына жақта кішкене шпаклевканың сынықтары бар екен, соны түсірейін деп едік. Уже біраз былай қарай кетіп қалдық. Мына жақта шпаклевка жалмаған жер жоқ екен. До конца шпаклевка, мына жақтардың бәрі трещина алып жатыр. Көреміз енді, осыны ауыстыру керек. Мына жақта Nexia күтіп тұр. Фаралар кешігіп жатыр. Жалпы боковой айналары қойылды. Барлық жұмыстар почти бітті. Машина от алып тұр. Енді оның бәрін бұйырса өзінің видеосы шығады. Қашан шығатынын білмеймін, бірақ осымен бүгінге видеоны аяқтайын деп отырмыз. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.